Ол Қытай екен, ол қазақтың ауылына келгенде, қазақтың басқа братан ұлттардың ауылына келгенде, ол 2 есе күрделеніп кетті. Мәселен, менің әкем 68 жылғы Кеңес одағына қазақтарды көшіру жөніндегі астыртын топтың жетекшісі деп қамауға алынды. Әкем қамауға алынып кетіп баратыр. Біз естілеміз, ұрады, сабайды бәрі. Шешеме кеп, мен қазір кетейін, мен алып кетейін деді. Арқасын шешіп көрсетті. Дәу үлкен кісі болатын, денелі кісі еді. Арқасында қамшының осып біткен білеу іздері тұр. Сәл тынысы жиілегенін сездім. Жылаған болу керек. Шешем жылап жүр. Сөйтіп әкеміз 3-4 9 күн болды дағы. Біз балалардың ішіндегі халық жағының баласы болып қалдық. Мен 1-ші класстамын, ағам 3-ші класста. Бізді терезенің алдына тұрғызады дағы. Ахметбекті жоғалтайық деп айғайлайды. Ағам айғайлайды. Қорқады енді, сақтану керек. Ал мен айқайламай, тістеп, тырысып, сондай бір қарсылық жасайтын көрінеді. Ол енді бір балалардың бүкіл өмірін білдірген, балалық шағын бір бетіне білдірген 3-4 жыл болды.